Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен Pinterest'тегі осындай суреттерді қайталағым келді. Мына жерде бастары кесіліп кетіп, ортасынан бұлт немесе гүл, краска шығып жатқан. Екі сурет өзіме дайындап алдым. Сол суреттерге қарай отыра, өзім ары қарай бірдеңе құрастырам дедім. Девушка лицо PNG деп іздедім. Өзіме қыздар ұнайтын болған екен, қыздарды таңдаймын енді. Менің барлық дизайнның барлығы қыздардан бастайды деп ойласаңыздар, қателеспейсіздер. Мен бірінші қыздарды көремін, өйткені қыздар көбінесе әдемі көрінеді, эффектні көрінеді негізінде. Мына жерде біраз қыздарды көрдім, мынасы ұнамайды, цветовая гаммасы ұнамайды. Ұнаған қыздары артында фонмен, но мен фонсыз алғым келді, өйткені бір жұмыс істеп, фотошопқа тастап, оны фон удалять еткім келген жоқ, сондықтан девушка PNG деп таңдай салдым. Осы қызды таңдадым, ортасына қойдым, расположениясын өзіме ұнағанша келтіріп алдым. Сонымен ары қарай эплипсті таңдаймыз. Эплипсті неге таңдаймыз? Өйткені біздегі басымыздың формасы кішкене домалақ болғандықтан. И соның формасын көрсету үшін эплипс таңдадым. Эплипстен кейін былай ойландым, что что-то не хватает. Потом я подумала, что нужно добавить какую-то капельку. Либо жаңа капелька көзден жас ағып атқан сияқты болсын, либо жаңағыдай су ағып атқан сияқты, какое-то дизайнерское решение болсын дедім. Основной формадан капельканы таңдадым, формасын кішкене келтірдім, былай қойып көрдім. Потом я вспомнила то, что капелька у нас должна течь. Это получается жаңағы эплипстен капелька екеуінің арасында осындай ұзын сызық болу керек екен. Сызықты просто кривой арқылы сыза салдым да, ары қарай преобразовать его в абрис дедім. Ол кезде ол уже полноценный объектке айналды. Объектке айналғаннан кейін полный эплипс, капелька, сызықты барлығын полный слияние жасадым. Одан кейін осы жерде капельканы жөндей бастадым, формасын келтіре бастадым, потому что бұл капельканың формасы кішкене ұнамай қалды, өйткені слишком түп-түзу болып кетті. Оны қазір кессең өз жағы кішкентай болып көрініп қалады деп. Сонымен өзімнің қалауымша кішкене капельканы формасын өзгерттім. Егер тағы да капелька қаласаңыздар, екінші капелька жасасаңыздар да болады. Осылай формасын өзгертіп, өзіме ұнамды форма таптым. Одан кейін полный объектіні эплипспен жаңағы алдында екінші жаққа қарай копировать етіп қойдым. Оны не үшін керек? Ол қазір білесіздер. Мына эплипсті біз екіге бөлеміз. Мына ортасынан, именно ортасынан разъединить точки деп, потом объектіге кіреміз да, разъединить кривою деп функциясын клавишаны басамыз, немесе функцияны басамыз. Одан кейін ровно точка-точка узел-узелінен екі сызықты сыздым. Дальше маған удалить ететін жер басы болғандықтан интерактивный заливка арқылы сол жаққа қарай заливка тастап, ары қарай басын через передний минус, задний минус арқылы удалить етіп жердім. Енді ары қарай мен море іздедім. Море іздеген кезде маған тек қана мындай морелар көрсетті. И море, вода дедім. Маған именно су керек болған екен. Морская да, бүйтіп волнылармен керек су болды. Осы су ұнады, копировать етіп алдым. Приблизительный размермен уменьшить еттім, қасына қойып алдым. Енді осы моряның формасы маған жаңағы эплипстің формасына келу керек. Ол үшін мен моряны ұстап тұрдым суретін. Дальше у нас есть функция облачко деген. Облачканы басасыздар да. Сол жерде облачканың өзінің меню ашылады. Сол кезде менюында облачканың формасын өзгертетін функция ашылады. Сол кезде сол форма арқылы по углам, немесе по вертикали, по абрису деп өзіңізге ұнамды объекттің формасын келтіріп аласыздар. Мысалы, мен мына жерде по углам да көрдім, по жаңағы вертикали, абрис ретінде үш қайсы былай
анау айтарлықтай келмегендіктен менің ойымнан шықпағанда бір жерде бір қателік болып қалды, мына жерінде қателік болып қалды. Соның өзінде бір формасын ұстадым, жаңағы по углам деген формасын таңдадым. Бір кішкене қателігі болды, оған қарамастан соны таңдап тұрмын. Одан кейін екінші форманы пересечение жасадым. Екінші судың суретіне. Өйткені ол жердегі маған капелька керек болды. Мына жерде по углам деген таңдаған кезде қисық болып тұр. Сонымен осы функциясы ұнады. И екінші моряға мен пересечение арқылы жасатып алдым да, капельканың өзінің түсін түрі әлпетін көрсету үшін. Дальше бұл пересечение жасалынған сурет артына қарай жүреміз. Өйткені бұл версиясы емес, маған по углам түскен версиясы ұнайды. Өйткені как будто бы су ортаға қарай перетекать етіп тұрған сияқты. Дальше мен пересечение арқылы мына кішкене жерінде қателік кеткен жерді удалить етіп алдым. Ары қарай эплипсті дайын болғанын көріп, мен ортаға өзінің орнына әкеліп қойдым. Ровно по узелге қоямыз. Любой жеріндегі бір узелді ұстап, сол узелді екінші жаққа қарай қою керекпіз. Дальше мен кішкене көтеріп, мына жерде кожамен екеуінің арасында, мысалға кожаның өзінде қалыңдығы болады, соны көрсеткім келді бұл жерде. Мен произвольный форма, свободный форма арқылы өзіме мына жерге сурет салып алдым, чтобы показать қалыңдықты, қалыңдықтың, беттің қалыңдығын көрсету үшін осындай форма сызып алдым. И плюс еще мына жерде как бы судың очертаниясын ол кішкене сырттан алып кету керек, потому что біздің теріміз как будто бы соның ішіне кіріп кеткен сияқты қылып. И вот оны қалай білеміз, көтерсеңіздер морясын, и жаңағы қалыңдығын да көреміз. Астында өзін көріп тұрсыздар. Потом мен ойландым, что я хочу именно осы қабықтан тең түскен. И мен форма қайтып жасап алдым жаңағыдай. Потом именно мынау тері деп айта берейікші, осы терінің формасын қиып алдым. Ровно, чтобы жаңағы моряның несімен, формасымен бірдей болу үшін. Ары қарай тең бердім. Мына осылай көтересіздер, бір үстіне қарай наоборот. 5 деген значение на жеріне 40 қылдым. Потом вычитание деген сөзінің жасадым. Қарасаңыздар, как будто енді море ішінде тұрған сияқты болады. Дальше то же самое лицо девушки тоже сондай істегім келіп тұр. Жаңағыдай қызды ұстадым да. Тоже теңді төбеге қарай жылжыттым. Қыздың именно бетінен шыққан тең болсын деп. Ол жаңағы тері мен беттің арасындағы тұрған слойды көрсету үшін, отдельный слой екен көрсету үшін жасалынған зат болып, или дүние деп айтсам болады. Сонымен, бірақ бұл жерде, егер біз қыздан тең шығарған кезде, полный тең, қыздан артада барлық денесіне тең шығады. Маған ол ұнамады, сол үшін мен теңді отделить етіп, оны керек емес жерлерін удалить етіп жібердім. Тек қана төбесін ғана алып қалдым, төбесі ғана керек болғандықтан. Сонымен осылай ұнады. Ары қарай суретке қарап кішкене осылай болса қалай болады екен деп, кейін мұрын жағында істеуге болады екен ғой деп мейлі дедім. Енді сонымен кейінгісіне солай істейтін шығармыз дедім, мұрнының формасында. Енді мына жерде вода деп таңдадым. Жаңағы морядан жан-жаққа қарай шығып жатқан су болсын деп. Сонымен брызги воды
әкеп қойдым. Произвольно приблизительный размер бердім мына жерге. Өзінің орнына келтірдім и байқадым, что екеуінің цветі әртүрлі екен. Фотошопқа кіріп, ол екеуін ауыстырғым келген жоқ. Осы жерден ақ лаборатория изображение дегенге кіріп, мына жерде бірінші сброс жасап аласыздар, өйткені өзінің цветіне келу үшін. И жаңағыдай ползунок арқылы өзіңізге ұнамды цветті таңдайсыздар. Сонымен приблизительный маған тура келген цветке ұқсағандықтан окей деп басып, размерін үлкейтіп, оған жаңағыдай прозрачность беріп көрейін дедім. Тек мына жағы ғана қалса қалай болады екен, тек шашылып жатқан сияқты қылып деп. Сонымен осындай вариант болады екен дедім. Кейін полностью прозрачностьті удалить етіп, тек ортасын алып тастау керек екенін түсіндім. Көлемін де үлкейттім бұның. Бұл капельканың көлемін де үлкейтіп, ортасынан қиып тастадым. Ары қарай мен облако PNG деп бұлттарды таңдадым. Любой ұнаған бұлтыңызды таңдап аласыздар. Мен алдында сохранить болған бір бұлтты, сол ұнады. Қайта-қайта сохранить етудің қажеті жоқ болғандықтан, просто загрузкадан өзіме корылға осындай үстіп ұстап тұрасыздар, лақтыра саласыздар. Мына. И бізде бұлт мына жерге түсті. И үлкейтіп, формасын келтіріп, өзінің расположениесін қоямыз. Кейін мен екінші жаққа да копировать еттім. Былайынан да көру керек обязательно. Қалай ұнаған түрі болса, сол күйінше қалдырамыз. Ары қарай тағы да бір-екі жерге добавить еттім жаңағыдай облаканы. Кішірейтіп, мына өздеріңіздің қалаған бойынша қоясыздар. Мына жерге де өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты қоя бересіздер. Потом ішіне бір қыз адамның силуетін қою керек болды. Сонымен осындай қызды таңдадым. Бұны трассировка жасадым, потому что қара серый цвет маған ұнаған жоқ. Сразу трассировка жасап алдым. Оған бір цветікке ауыстырып алдым. Черно-белый один цвет дегенге окей дейсіз. Трассировка обрезан высокого изображения, окей. Изображениесін удалить етеміз. И жаңағы өзіміздің қызымызды көк цветке бояп алдым. Судың цветіне боядым. Сонымен енді менде еще жаңағы күнді істегім келді. Күнді істеу үшін домалақ просто домалақ сызып аламыз. Ровный домалақ. Одан кейін соған осылай бірінші көк цветпен істедім. Көк цветпен прозрачность арқылы осылай очертания синего цвета, потом увеличить етіп өзімнің размерімен тоже көрдім, қалай жарасымды болатынын. Сонымен кішірейтіп, кішкене өзінің формасына әкеліп, осылай қойып қойдым. Дальше менде на жерде қарғалар, либо чайки, осы құстарды қойдым. Оларда трассировка жасадым, белый фон болмау үшін. Сонымен изображениесін удалить етеміз. И мына жерде бізде қарғалардың өздері қалады. Размерін келтіреміз. Бір
біреуін алдына шығарсаңыздар болады. Өйстіп осылай қойдым формасын келтіріп. И в принципе маған ұнады дедім да. И дальше фонмен негізі доработка жасауға болатын еді. Көп жерде қазір қайталап көру арқылы, дауысты қосу арқылы мына жерде көріп отырмын. Өзіме недоработкаларым көп екен. Егер соның бәрін жасайтын болсам, одан да күшті дизайн болады екен. Фонды жасадым. Енді фонды былай цветной вариантпен, әртүрлі цветпен көргім келді. Бірақ в итоге маған цветной вариант ұнамады. Думала, жаңағыдай пузырки артына қосып, пузырочектер кішкене сән келтірем ғой деп ойладым. Ол да ұнаған жоқ. Қазір көре жатасыздар. Кейін в итоге мен осталась темным фоном. Это всегда так бывает, когда дизайн жасаған кезде бір өздеріңіздің ойындағы цветке келу үшін немесе бір дизайнның фон таңдау үшін иногда осылай кішкене көп жұмыс істеу керек болады. Сонымен арғарай қызды да слишком осындай реалистичный кожада қалдырмай кішкене оны да өзгертейін дедім. Бұл жерде лабораторияға кіріп кішкене цветтерінде өзгешелеу қылдым. Потом мен бұл жерде бір өшіп кеткен жері қыздың өзіне зернистость кожи тоже эффект добавить еткен. Ол эффектіге кіресіздер. Текстура деген жерде слоновая кожа деген болады. Сол слоновая кожаны қолданып тоже ол жерде өзгертсеңіздер де болады. Қыздың денесін жаңағыдай кішкене зернистый қылуға. Мына жерде қыздың өзінің денесінің цветін өзгерттім. Кішкене слишком аппақ болмасын деп кішкене қарайттым оны. Фонның цветі вообще ұнаған жоқ. Сонымен арғарай мен айтқандай қара цветке ауысып кеттім. И осындай цветпен ұнады. И мне что-то еще как-то не хватало каких-то все равно цветов очень было мало дегендей. Мне что-то еще где-то что-то надо было подправить, посмотреть. И вот мен ойладым, жаңағы аспанның цветін өзгертіп көрейін дедім. Сонымен сары цвет, в принципе, цвет луны. И сонымен сол цветпен қалдым. Осы жерде қызға қараған кезде қыздың мына екі шетіндегі денесінде как будто бы слишком жап-жарық болып көрінді. Сол үшін мен бұл жерге кішкене тень добавить етейін дедім. В итоге тень өзім произвольно сыздым, свободная форма арқылы. Ол теньді алып, екінші бетіне тоже скопировать еттім.